біздің мектебімізде мынандай болды, кезекті аттестациядан өтуі керек мектебіміз биылғы жылы. Сол бойынша жаңа өзіміздің қазақ сыныптары деген чатымызға оқушының орынбасары жаңағыдай хабарлама жіберді. Барлығыңызда жаңа неден біліктілік курсын арттырудан өткендігі туралы сертификаттарыңыз болу керек деп. Осыдан кейін жаңағы алам деген мұғалімдер плюс қойды сол чатқа. Сосын одан кейін жаңа мен де бардым, мен де алуым керек қой, жаңа аттестациядан өтсем биыл деп. Жаңа методистімізге бардым, әдіскерімізге, ол кісі маған сізге керек емес, сізде сертификат бар еді ғой деді. Сосын жоқ, мен срогы өтіп кеткен, уақыты мерзімі, енді мен де биыл жаңағы аттестациядан өтуім керек десем, онда әдістемелік бірлестік жетекшісіне барып сұраңыз деді. Мен ол кісіге барып сұрасам, ол жаңағы кісі маған сізге қажет емес, сіз жазда оқып аларсыз деді. Сосын неге бұлай, ол деген енді сертификат жалпы мен де осы мектептің мұғалімі емеспін бе, маған да қажет нәрсе ғой деп, онда мен өзім алайын деп тәрбие ісі жөніндегі орынбасардан сұрадым да. Бұл қайдан алып жатыр, қай жерден не істелген деп. Оны деген жаңа іштен сұрап берейін, ала қойыңыз сізде деп та. Сірә енді ақылы зат қой, қазір ақысыз еш нәрсе жоқ. Барлығымыз біздер курстардан сертификат алған кезде ақылы өтеміз. Сол сертификатын алып, QR кодымен жаңағы сканерлеген кезде мен оқу орталығының сайтына шықтым. Сол сайтқа шығып хабарласқанымда, бұл жерде бұл сертификаттың жалған екендігін айтты маған. Біздер қанша уақыттан бері жабылып қалдық, бұндай сертификаттарды осындай мерзім аралығында оқытқан жоқпыз деді. Содан кейін мен оны жаңа мұғалімдерге айтқанда ол кісілер маған сенбеді, одан Фейсбукқа жарияладым. Осыдан кейін 19 ақпан күні барлық мұғалімдерді жинап, коллективті жиналыс жасады. Енді бұл деген жалған сертификат емес, сіз неге оны анықтап алмай жазасыз дегендей. Ал мен анықтадым оны, яғни орталыққа хабарласып тұрмын ғой. Сондықтан мен оны енді құзырлы органдар арқылы ақ-қарасын анықтауға жеткенін түсіндім де, жаңа Маңғыстау облыстық әділдік жолының филиалына хабарластым. Жақсыбаев Асқар ағайға. Осы арқылы біздер жаңағы антикорға жолдадық. Сөйтіп, олар полицияға жолданды, өйстіп қазір осы мәселе қаралуда. Шамамен менің естуім бойынша, мен енді нақты біліп тұрған жоқпын, 20-ның үстінде 30 шақты адам алынған дейді. Мені допрос жасауға шақырды. Мен 5 март күні бардым. Сол кезде жауап бердім полицияға. Менің ойлағаным бұл жерде бұл мәселені естігеннен кейін мектеп әкімшілігі жаңағы алаяқтармен айналысады деп. Жоқ, керісінше олар менімен айналысып кетіп тұр да. Осы жері маған таңғаларлық жағдай болып тұр енді шыны керек. Себебі біздер педагог болғаннан кейін қалай балаға тәлім тәрбие, академик адалдық деген қайда, сапалы білім, саналы тәрбие деген қайда, сол жерін мен түсінгім келеді да, білгім келеді. Жалпы мектеп әкімшілігінің бұл жерде қатысы бар деп ойлаймын. Жұмыстан шығып қалам деп, жоқ, қорықпаймын, себебі мен деген ондай заңсыз нәрсе істеп тұрмын деп ойламаймын өзімді. Себебі бұл менің өзімнің азаматтық позициям. Заңсыз әрекет пе, жоқ, заңды ма, заңсыз ба анықтап көзім жеткізгім келеді. Дәл қазіргі уақытта маған ондай қысым жасап жатырған жоқ, бірақ 19 ақпан күні жасаған жиналысында, яғни неге сіз бірден Фейсбукқа не істейсіз, бізбен келіспейсіз ба, бізге келсеңіз сіз де аласыз сол сертификатты дегендей әңгімелер айтып тұр да. Бірақ жалған сертификат болса, ол неге мен алуым керек ондай сертификатты? Жалпы кез келген педагогтардың ондай жалған сертификат алуы меніңше дұрыс емес деп ойлаймын. Мен нақты осы жаңағы жалған сертификатты сатқандар анықталсын деймін, оны алғандар анықталсын деймін, және әділдік орнасын деймін. Нақты мен деген заң жүзінде қандай шешім шығу керек, заң жүзінде сол шешім шыққан қалай, мен біреу жұмыстан кетсін, біреу келсін деген мен құзырлы орган емеспін, ондай шешім шығара алмаймын. Менің позициямды қолдап отырған әріптестер жалпы бар, бірақ маған келіп тек былай не істегенмен, ал шын мәнінде олар басшылардан қорқады, сондықтан мынандай жарыққа шығып не бойынша қолдамайды. Менің жалпы стажым осы педагогика саласында үздіксіз 21 жыл, 22 жылға кетіп бара жатыр. Мен Ақтөбе облысы гуманитарлық колледжін бітіріп, одан кейін Батыс Қазақстан облысында сырттай оқыдым, көркемдік пәні мұғалімі. Труд бұрынғы, қазір технология болды, одан көркемдік болып өзгерді. Бұл мектепте 9-10 жылдай болады.